Қазір біз Wildberries'тен жаңадан түскен заказды қабылдайтын боламыз. Wildberries'ке кіреміз, кіргеннен кейін мына біріншісі басамыз. Бізге мына беріп егістер осыны басамыз. Басқаннан кейін мұндай сары белгі шығады. Давайте сборную зону возобновимся. Сборки кетті. Создать поставка деген кнопка активнее отырады, соны басамыз. Распечатка дегенде басамыз. Бұл штрих-код поставки болады. Бұны сақтап алу керек. Бұл штрих-код поставка дегеніміз бізге қанша заказ түседі, соның бәрін жиналған орталығы. Осыны арқылы Wildberries складына апарып заказ түскен уақыт тоқтатуға болады. Бұны сақтап аламыз. Лист подпорын шығаруымыз. Ол үшін мынаны белгілеуіміз керек. Сосын барып қоя басамыз. Бұл фотосын штрих-код, баркод бәрі көрсетіп тұр. Осы арқылы талабын таңдап алуға оңай болады.
Распечатка этикетки. Осыны басамыз. Окей. Бұл штрих-код Wildberries-тің берген бізге тауардың баратын жеріне барады. Бұл штрих-кодты сақтап алу керек. Endi artikel поставки көшіріп аламыз. Өзіміз енді жаңағындай штрих-код жасауымыз керек, сол үшін осы артикл поставщиканы артикл қойғанбыз. Штрих-код дегенде баркодты көшіріп аламыз. IP-nin атын жазу керек. Бұл өзіміздің жасап отырған баркод өте маңызды. Біздің тауар екені туралы, қайда баратыны туралы барлығы осының ішінде бар. Егер бұны клиент возврат жасайтын болса, бұл қандай тауар, не екені барлығы осыдан көрініп тұрады. Сол себепті осыны жасауымыз керек. Termometre qandaymiz? Sen qandaymiz?
Осылай. Barcode. Oldu olsun, bari жасалып кетті. Ne bileyim, arxivde 20 tavır var, mına біреу кетті. Осылай келген заказдарды қабылдайсыздар. Тағы білмеген сұрақтарыңыз болса, жеке хабарлассаңыздар, айтып беретін боламын.